Есімім Дамира Айтбаевна, 6 баланың анасымын. Бұл ерекше балам Қазбек Нұрмұхамед. Осы Жұлдызай оңалту орталығы баламның диагнозына келсек, ДЦП, гипертонический синдром. Осы Жұлдызай оңалту орталығына келіп жатқанымызға 4-5 жылдың жүзі болды. Бұл жаққа келетін кезде баламда менде көп дірілдейтін тұғын. Қолдары онша жұмыс жасамайтын еді. Одан кейін жүрген жүрісінде ақауы бар еді. Аллаға шүкір, мен бұл жерге келгелі бері балам толыққанды жүріп кетпесе де, шүкір, біраз результат көріп жатырмыз. Қолдың моторика даму жағы ақырындап келіп жатыр. Жүру жағынан да, Құдайға шүкір, уже 5-6 қадамды басады. Бұның бәрі осы Жұлдызай оңалту орталығының арқасында болып жатыр. BI Group компаниясының директоріне үлкен рахметімді айтамын. Тұсауын кесіп, менің баламның сол кісілер де Құдай қаласа үлкен азамат болып, шауып шапқылап кетсін. Сондай ниетпен жаңа келіп кесіп отқанына үлкен рахметімді айтамын. Өте жоғары деңгейде өтті. Тетеева Гүлбану, ұлым Дәулетбек Айдын, спасский диплегия бізде недоношный болып туылдық. Біз негізі Мақтаарал ауданы Жетісай облысы бойынша сол жақтан 3 жылдан бері осында қалаға көшіп келіп, қоныс аударып келіп, емге қатынаймыз. Қазір балам 6 жаста. Сонымен жаймен тек орнынан тұруды үйрендік. 3-4 қадам басып үйрендік баста. Болды үлкен қуаныш болды кәдімгідей. Қазір енді үлкен жеңіске жетіп отырық. Бүгін мені тұсаукесерге шақырып жатыр. Қуанышпенен күттік. Толқып тұрмын, шынымды айтсам, бір қуаныш болып толқып. Мен Садиева Лаура Болатқанына. Мен осы Жұлдызай оңалту орталығына 2 қызымда келемін. Айзере және Еркеназ. Мен үлкен қызым қазір 11 жаста. 7 жастан бастап біздер жағалап жүргенбіз, еңбектеп. Қазір Аллаға шүкір, осы оңалту орталығының арқасында менің қызым уже жүріп бастады. Екінші қызым сөйлемейтін еді, қазір сөйлейді. Шүкір, оған да мамандардың арқасында сөйлеп бастады. Бүгін міне үлкен бір іс-шара болды, тұсаукесер. Тұсаукесерде мен екінші қызым Еркеназдың тұсауы кесілді. 11 жыл еңбектеніп, еңбегімнің арқасында мына аяққа тұрып жатыр да, осы кісілердің арқасында, қолдауының арқасында. Мен осындай ерекше аналарға айтар едім, осы Жұлдызай оңалту орталығына келіп, үзбей емін алып, тоқтатпай ем алса, нәтиже болады да, көрсететін нәтижесін. Мына өзім қызым шүкір, осы жерден аяққа тұрды ғой. Мамандарға үлкен рахметімді айтамын осы жерден. BI Group'тың жұмысшыларына үлкен рахметімді айтамын. Осындай жұмысшылар көп болсын, дами берсін, Құдай қаласа аяққа тұрып кетсін баламыз. Үлкен рахмет. BI Group қызметкерлеріне рахмет айтамын. Міне осы біздің балаларға әр іс-шарада көмектеседі, қолдау көрсетеді және жылда, жаңа жылда біздің балаларға өздеріне керекті заттарын алып береді. Сол үшін рахмет айтамын. BI Group компаниясына үлкен алғысымды айтамыз. Осындай ерекше балдарымызды қатты қуантып жатады. Жылда бізге бастандай тренажер берді балдарымызға, аяқтарына күш-қуат жиналсын деп. Қазір қолданып жатыр, 2 жыл болды оған қолданып жатқанымызға. Айдын велосипед сұрады, велосипедті алып берді. Компаниясындағы ағаларын жаңа жылда құр қол қоймайды, қатты қуанышпенен, сыйлықтарымен үлкен қуантып кетеді балапандарымызды. Кешегіде бізде Алматыда жатқан еді, BI Group'тағы Бексұлтан ағасы бар, телефон сыйлады Айдынға. Мен де мамаменен бір телефонға таласып жатырмын деп ағасына бір ауыз звондап еді. Ағасы салып жіберді, Алматыдан кеше емнен келдік. Қуанып жатыр кәдімгідей, бір ауыз жаңағыдай туысқанымыз жасамаған жақсылықты кәдімгідей BI Group компаниясына үлкен шексіз айтамыз.